Өрт сөндірушілер от жалмаған үйге 14 минут уақытта жеткен. Шарпыған жалын шыққан уақытта үйде бір адам болған. Құтқарушылар өрт орын алған орынға жеткенше азамат қаза тапқан. Алдын ала болжамдарға сүйенсек, қаза тапқан адам өрт бастау алған уақытта ұйықтап жатқан. Қазір өрттің неден шыққанын зертхана қызметкерлері анықтауда. Сегодня 8:46. Біздің төтенше жағдайлар министрлігіне сағат таңғы 8:46-да Пионерская көшесі 69 тұрғын үй бойынша өрт туралы хабарлама келіп түсті. Өрт сөндірушілер оқиға орнына 9:00-де жетті. Өрттің көлемі үлкен болғандықтан көрші үйлерге жалын ұшқыны бармауының алдын алу мақсатында біз бар күшімізді салып, өртті дереу сөндіруге тырыстық. Төтенше жағдайлар қызметіне өрт оқиғасы жайлы куәгерлер хабар берген. Пионерская көшесіндегі жер үйдің шатырынан будақтап шыққан қара түтін қоюланып тілсіз жау сәт санап қарқын ала бастаған. Болжамдарға сүйенсек, тілсіз жаудың шығуының басты себебі жылыту пешінің ережелерін сақтамау салдарынан болып отыр. Также на данном пожаре активно. Өрт орнындағы көлік тұрағы ауыздықталды. Осыдан кейін оқиға орнына жедел жәрдем мен полиция қызметкерлері келіп жетті. Ал төтенше жағдайлар қызметіне өрт оқиғасы жайлы көршілер мен көрген адамдар хабар берген болатын. Төтенше жағдайлар департаментінің деректеріне сүйенсек, өткен жылы Теміртау қаласында 183 өрт оқиғасы тіркелген. Оқиға орнында 8 адам қаза тауып, 6 адам түрлі дене жарақатын алған. Ал осы жылы бұл көрсеткіш төмендеп, қала бойынша 170 өрт оқиғасы тіркеліп, 4 адам түрлі дене жарақатын алып, 3 адам қаза тапқан.